Адам қайтыс болған кезде мәйітті шомылдыруға ең жақын адам кірген дұрыс. Мысалы, әйел адам қайтыс болған кезде анасы, әпкесі, сіңілісі дегендей, тура сол секілді ер адам қайтыс болған кезде әкесі, ағасы, бауыры кіру керек. Себебі олар ең жақын, ең жанашыр адамдар. Олар мәйіттің айыбын сыртқа шығармайды, жасырады және де жақсылап шомылдырады. Мысалы, көп жерлерде бөтен, я болмаса алыс таныс адамдар кіреді да мәйітке құрметсіздік жасап жатады. Дұрыс шомылдырмайды, жиіркенеді, қорқады. Мысалы, мәйітті шомылдырған кезде де мәйіттің айыбын жасыру керек. Көп адамдар кіреді да айыбын сыртқа шығарады. Шомылмай қайтыс болыпты, тырнағы өсіп кетіпті, иістеніп кетіпті деген секілді өсек қылдырып тарқатып жүретіндер қаншама. Сондықтан да мәйітті шомылдырғанда ең жақын жанашыры кіріп, жақсылап шомылдыру керек, имаммен бірге кіріп. Мысалы, тап-таза қылып шомылдырып, және де мәйітті отырғызып, ішін басып, нәжастарын жақсылап тұрып шығарып, шомылдырған дұрыс. Сондықтан да мынау қазіргі кезде көп жерлерде мынандай түсінік қалыптасып қалған. Жақыны қайтыс болса, күйеу баласы, келіні, жақыны кірмеу керек, алыс адам кіру керек деп жатады. Жоқ, бұл қате ұғым. Керісінше ең жақын адам кірген дұрыс.